мен демалыстамын. Аумағы 2 гектарды құрайды. Ал орналасқан аймағы Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркі. Құрметті көрермендер, берекелі бизнес санының кезекті шығарылымы Вивуттау демалыс аймағы туралы болмақ. Бізбен бірге демалыңыздар. Қыста Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркі ақ қарға малынып, тау жоталарын қалың қабатпен көмкереді. Жыл 12 ай дамылсыз ағатын тау өзендері бұл маусымда баяулап, беткі қабата мұзға айналады. Ал арша мен шыршалардың ақ ұлпаға оранған көрінісі ұлттық саябаққа ертегідей әсер береді. Бұл маңда қыс ауа райына қарамастан аң құста белсенді. Қар барысы, сілеусін, арқар мен тау текесі секілді сирек түрлер қарлы бөктерді мекендеп, табиғи ортасын сақтап отыр. Өгем мен Сайрам шыңдары да қыс кезінде айқын көрініп, табиғаттың айбынын айшықтай түседі. Қазіргі таңда қаланың күйбең тіршілігінен үзіліс қалайтын жандар қатары көп. Ал ондай табиғат сүйерлер үшін мұнда тамаша жағдайда қарастырылған. Солардың бірі тау бөктерінде орналасқан Вивуттау демалыс аймағы. Мұнда табиғаттың тұмса келбетін сезініп, тынығуға қажеттінің бәрі бар. Ал парк қызметкерлерінің айтуынша, басты талап табиғи ортаға зиян келтірмеу. Құрметті көрермендер, дәл қазір менің жанымда тұрған Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркіні Төле би филиалының инспекторы, мемлекеттік инспекторы Бауыржан Акимбеков мырза. Жалпы Бауыржан мырза енді табиғат болған соң бұл жақта неше түрлі бір жағдайлар болады. Енді оланы осы жерде жүрген, көз көріп жатқан, мына сіз куәсіз. Жалпы қандай қызықты оқиғалар, мұнда қандай бір жағдайлар болып тұрады, сол бойынша? Біздің мемлекеттік инспектор өзімізге, әр инспекторға бекітіліп берген орман айналымдары бар. Менің орман айналым 5664 гектар маған бекітіліп берген. Соны күнделікті уақытылы қарап шығып, бақылап, қандай жағдайлар болады, келген демалушыларға үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, техника қауіпсіздігі жөнінде от кәрге жағу керек, кәрге жақпау керек, бәрін түсіндіріп, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Одан кейін келген демалушылар тасқа, төбеге шығып кетіп, түсірмей қалатын жағдайлар болады. Оларға көмектесіп түсіреміз. Киес шақырған кездерімізде болған. Сондай жағдайлар болып тұрады бізде Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркінде. Мен істеп атқаныма қазір 8 жыл болды. Бәрі жақсы жағдайларымыз, машинамен қамтылғанымыз, бензин бәрі бар. Барлық жағдайымызды жасаған. Сол күнделікті жұмыс аралап көріп бақылаймыз. Түсінікті. Енді мынау сіз қазір тау мен шатқалдың арасында башқанда жұмысыңыз осы аймақта жүреді. Ал енді мынау өзіңіздің шаңырағыңыз жалпы осы тауда ма, әлде бір өзге бір жақта орналасқан, немесе айына аптасына қанша рет келесіз дегендей? Біздің өкіметтің берген, өзімізге бекітіліп берген кордоны бар. Сол кордонда тұрамыз. Ал өзіміздің семьямыз, үйіміз бәрі ары ауылда. Ары қарай 32 километр ауылда тұрамыз. Түсінікті. Сіздер бұл жерде қалай ауысыммен ба, яғни смен дейміз ғой мынау? Бізге күнделікті жұмыс, бір ай демалысымыз бар, кезекті демалысқа шығатын. Ал басқа уақытта күнделікті жүрудеміз бар. Тамаша. Енді мынау орман, тау, тас, жалпы бұл жерде енді адам көзіне күнде көрінбейтін аңдар мен жануарлар, құстар дейміз ғой. Жалпы қандай құстар мен аңдармен танылған бұл аймақ? Бұл жерде 56 сүтқоректі түрлері бар. Оның ішінде оны қызыл кітапқа енген. Біздің Қазақстан Республикасына құстардың 86 түрі ма, сондай түрі бар. Оның 27-сі енген. Сондай қоректілер бар. Бұл жерде сүт қоректілерінің ең көбірегі тау ешкі, елік, сөйген қабан көбірек кездеседі. Ең әсіресе сирек кездесетін аң бұл жерде тау барысы. Тау барысы бар. Ол қарлы жерде 2000 метр биіктіктен жоғары қарай өмір сүреді. Ол да бар бізде. Ал енді мынау жалпы бүгін біз Вивуттау демалыс аймағындамыз. Енді жалпы бұл жақта болсын, немесе басқа бір демалыс аймақтарында болсын, мынау келушілерге сондай бір аңдар, жануарлар көрініп, сіздерге жаңағыдай бір ескертіп жататын кездер бола ма? Немесе бір сондай бір оқыс оқиға ғой енді, білмейміз, жаңағы шабуылдап жатып енді ол аңдар, сондай бір жағдаяттар тіркелген ба? Ондай
шабуылдап жатыр деген нәрсе бұл демалыс орындарында кезіккен жоқ бізде. Бұл негізі 40 жылға берілген рекреациялық аймақ қой бұл демалыс орны Бейбіт тау. Біз ондай нәрсені естімедік бұл жерде. Онда адамға тимейді, бірақ көріп жатады адамдар тау ешкіні, еліктерді көрді деп өздері суретке түсіріп, аю түседі күзге қарай. Онда көрген адамдар бар демалыс орындарында. Сол. Енді мынау сондай бір жануарлардың көзге көрінуі әр мезгілге, маусымға байланысты ма, қалай сонда? Иә, әр мезгілге байланысты. Мысалы, күзге қарай, қыста осы ылди қарай түседі бәрі. Тауға қар қалың жауған сайын осы ылдилай береді. Аюыңыз ол күзде жеміс жидек піседі, осы төбе жан жақтың бәрі алма, осы алмаға түседі, сентябрь, октябрьде. Сол кезде түнде келіп қайтып шығып кетеді ол аюлар, бірақ олар да түседі осы төңірекке. Келушілер тарапынан осындай бір құқық бұзушылықтар тіркеліп, жаңағыдай бір жағдайлар орын алып, жаңағыдай өздері бір сондай аңдарға жақындап барып болған кездері болған ба? Иә, ондай құқық бұзушылықтар болады. Бізде күзге қарай шөп қалың болады, бұл жерде шөптің бәрі қурайды. Сол кезде арнайы рұқсат етілмеген жерге от жаққаны үшін құқық бұзушылықтар болған. Оларға әкімшілік жаза қолданып, бәрі штрафтарын төлеп, келген демалушылар да мусор тастап, шашып кетіп, олар да ұсталып, штраф төлеген кездері кездеседі бізде. Ал енді мынау браконьерлер дейміз ғой, жаңағыдай аң құсқа әуес, жаңағыдай осындай бір қарумен келіп, сондай бір жағдайларды ұйымдастыратын кісілер болып жата ма? Жаңа енді айтып қалдық, қызыл кітап деп қалдық. Иә. Ондайлар қазір негізі заң қаталған сайын ондайлар тиылды бізде. Қазір бұл таулы аймақтарға шілей келе бермейді. Бәрі заңды қорқады, сыйлайды. Ондай шілей көп кездеспейді бізде. Қазір шілей адамдар да бәрі өзі түсінді білем, бәрі қазір келмейді ондай көп бізге. Түсінікті. Ал енді мынау тау етегі болған соң, мынау тауда естіп жатамыз, көріп жатамыз, мынау дәрілік шөптер, дәрілік өсімдіктер дейміз, енді бір адам қол жетпейтін өте бір аса маңызды сондай бір дүниелер егіліп, осындай дүниелер өсіп жатады. Енді бұл аймақта жалпы қандай сондай бір дәрілік өсімдіктер өсіріледі, осындай дәрілік шөптер бар деген? Дәрілік өсімдіктер бұл жерде алтын тамыр бар, зверобой бар, көкөк марал дейді, ол бар. Олар негізі теруге рұқсат жоқ, терілмейді, оны күнделікті бақылаймыз. Оны теріп алып шығып жатыр деген адамды естімедік. Бәрі заңды қадағалануда, ондайлар әлі кезіккен жоқ. Ал енді мынау біздің құрметті көрермендеріміз бар. Енді бұлар алдағы уақытта осындай бір демалыс аймағына келген кезде ондай жағдайды өздері қолдан болдыратын болса, яғни жаңағы дәрілік өсімдік болсын, оларды алып немесе жаңағыдай бір қоқыс шашып, оларға нақты қандай жаза, сондай-ақ қандай төлемде айыппұлдар немесе бір қамау жазасы ма, қандай жазалар бар, соны түсіндіріп өтсеңіз. Өздерінің бұл жерде мусор тастаған үшін, ол арнайы рұқсат етілмеген дәрі шөптерді терген үшін ол бәріне заңды әкімшілік құқық бұзушылық жазасы бар, ол қолданады. 367 бап бар, ол мусор қағидаларын бұзу, техника қауіпсіздігін сақтамау, ол міндетті түрде ондай жағдай болатын болса штраф салынады оларға. Оған арнайы бап қаралған. Бар, бап қаралған оған. Түсінікті. Ал енді осындай бір шатқалдарда, мынау кинодан болсын, біз кейде жаңалықтардан көріп жатамыз, мынау адам жоғалды, адам жаңағыдай осындай болды, жаңағыдай көзден ғайып болды дейтін. Енді бір сондай жағдайлар тіркелген бе? Ондай жағдайда жалпы таулы аймақта жоғалған сәтте ең әуелі қандай бір шара қабылдау керек адамның өзі? Бұл жерде шара алдымен келген демалушы, әрқандай демалушы өз техника қауіпсіздігін бірінші орында сақтау керек. Ол арнайы рұқсат етілмеген жерге шығуға бұл жақта мүлдем болмайды. Биылда екі адам, екеуі шығып, өз беттерінше, біреуі қайтыс болды. 3 күн бойы тас басында қап кеткен. Біреуін ЧС құтқарушылары аман-есен алып түсті. Олар да сол өз беттерінше ешкімді тыңламай шығып кеткен. Ондай жағдайлар ол биыл болды. Осы жыл болды. Иә, осы жыл болды. Ондай жағдайлар болады. Әр келген демалушы өзінің
техника қауіпсіздігін бірінші орында сақтау керек қой. Жалпы сіздермен рұқсат алып, ондай бір рұқсат етілген аймақтарға ғана жаңағыдай баруға болады. Ал негізінде бізде осы сайрам су шатқалында 4 туристік маршрут бар. Соқпақ жол дейді. Сомен ғана жаяу жүріп, жаяу түсуге рұқсат етілген берді. Ал басқа арнайы төбелерге, биіктерге шығу үшін арнайы адамдармен, гидтермен шығу керек. Жаңағыдай шараны білетін адамдармен, өз бетінше болмайды. Ал енді мысалы дерлік мен демалушы болып келдім осы аймаққа. Енді сіздердің тараптарыңыздан сол кезде бір белгілі бір маршрут сызып осы аймақтарға баруға болады деп кеңес ете аласыздар ма? Мысалы мен мынау тауға шыққым келіп тұр деп айтқан кезде осымен еріп барады немесе жаңағыдай бір қарап тұрып ондай етіп баруға мүмкіншілік бар. Егер жолды білмейтін болса, ондай адамдар бар, өзіміздің гидтер бар, аппарат алып келеді. Болмаса күнделікті шығып жүрген гидтерге тапсырамыз. Сенімді. Сенімді. Алып шығып, алып түс деп. Ондайлар да болады. Енді жалпылама өзіңіздің қызмет аяңызда пайдалана отырып, осы телеэкранды пайдалана отырып, көрермендерге жалпы табиғатқа келген кезде жаңағыдай қандай дүниелерді өрт қауіпсіздік деп жатыр, жаңағыдай су қауіпсіздік деп жатыр жазғы маусымда. Енді тау мен шатқалдың арасы болғандықтан нақты бір қандай дүниелерді үндер едіңіз? Бірінші орында біздің Сайрам Өгем ұлттық табиғи паркіне келген кезде техника қауіпсіздігін сақтау керек. Өзімен бірге қоқыс, баклажка дейді, қағаз дейді, жеген конфет, шоколадтардың қабықтарын тастауға болмайды. Оларды өзімен бірге алып шығып, арнайы рұқсат етілген контейнерлеріміз бар, соған тастау керек. Бірінші соны сақтау керек. Одан кейін су айында жазда су тасиды өзен. Соған шомылуға болмайды. Орында бір белгіленген нүктелер бар ғой? Иә, өзі мүлдем шомылуға болмайды. Оны тыңдамай шомылатындар да бар. Сондай ережелерді сақтау керек берді. Ал енді біз жаңағы мына жердегі кісілерден естіп жатырмыз, жалпы ұйымдастырушылардан, мына аймақта суда жалпы балықтар да бар екен. Иә, балық. Енді оларды аулауға рұқсат етілген бе жоқ? Рұқсат етілмеген, рұқсат жоқ. Рұқсат етілмеген. Қатаң талаптар бар? Қатаң талап бар, оның өзі арнайы. Бізде маринка деген болады. Оған мүлдем рұқсат жоқ бізде. Жаңағыдай басқа балық түрлеріне? Жоқ, осы бір түрі бар, оған рұқсат етілмеген. Жалпы ешқандай балық аулауға тыйым салынады. Тыйым салынады. Түсінікті. Құрметті көрермендер, міне көріп жатсыздар. Бізге дәл осы табиғаттың жанашыры мемлекеттік қызметкер Бауыржан мырза толық жағдаятты түсіндіріп кетті. Жалпы қандай демалыс аймағына болмасын келсеңіздер, өздеріңізбен бірге қажетті құрал-саймандарыңызды жабдықтап, арнайы дүниелерді бірге алып жүріңіздер. Және таулы аймаққа келгенде дәл осындай кісілердің, дәл осындай мамандардың жалпы пікірімен санаса отырып, белгіленген аймақтарда ғана жүруге рұқсат етіледі. Паркте тәртіптің сақталуы, аумақтың қауіпсіздігі мен табиғат байлығын қорғау үшін аса маңызды. Сондықтан инспекторлар күн сайын тау бөктерін аралап, келушілердің талаптарын дұрыс сақталуын қадағалап отырады. Қыс мезгілінде келушілер көбіне тыныштық іздеп, табиғаттың таза ауасын сезінуге келеді. Қардың сықыры, таудың тыныштығы бұл маусымдағы демалыстың ерекше әсері. Біз дәл осы Вивуттау демалушыларының бірінен қысқы паркте алған әсерін де сұрап білдік. Құрметті көрермендер, менің жанымда дәл қазір Вивуттау демалыс аймағына келген демалушы тұр. Есімі Ару. Жалпы Ару хан, бұл жерде қандай ерекшелікпен, жалпы Вивуттауды не үшін таңдадыңыз? Қандай ерекшеліктен қалай таптыңыз? Біз Инстаграм парақшасы арқылы таптық. Достарымызбен демалғымыз келдік, подругаларымызбен. Сосын іздеп жаттық, сол Инстаграм арқылы, и осы жерді таптық. Локациясы бойынша барлық жағдай жасалғандықтан осы жерді таңдап келіп отырмыз. Енді бұл тау аймағының жалпы ең ерекше тұсы сіздерге, ең ұнаған тұсы қай жақ болды? Әрине керемет локация, керемет жерде орналасқан, барлық жағдай жасалған, табиғаты керемет, демалуға нағыз лайықты жер деп ойлаймын. Ал енді бір болады ғой, осы приоритетпен, бір осы дүние арқылы, осы дүниені біз алға қойып, назарға салып таңдайық. Бірі жаңа таңғасы үшін таңдайды, бірі керемет фотосурет үшін таңдайды деген сияқты демалушылар. Енді сіздер не үшін таңдадыңыздар? Басқа конкуренттерден айырмашылығы мүмкін сол завтрагы бойынша шығар, завтрагы қосылған. Одан бөлек 4 адамға лайықты болғандықтан осы жерді таңдадық, себебі біз 4 қыз болғандықтан ең қолайлысы осы болды.
Енді қайта келетін мүмкіндік болса келер ме? әрине, иә, әрине. Енді бізде демалушылар маусымына қарай демалады. Енді қазір бізде қыс маусымы басталып жатыр. Енді сіздер неге дәл осы қыс маусымында келдіңіздер бұл жаққа? Бізде просто жұмыстан кішкене шаршағандықтан именно осындай жерге келгіміз келді. Себебі кафеде немесе ресторанда бұндай керемет видпен отырып демалу ол ерекше. Иә, мүмкін емес, иә. Түсінікті. Ал енді алдағы келетін уақытта көрермендерге, біздің қонақтарға жалпы қандай ұсыныс айтасыз? Дәл осы Вивуд-тау бойынша. Ұсыныс дегенде алдын ала заттарыңызбен келсеңіз де болады, бірақ бұл жерде настолько жақсы условиялар жасалған, что мысалы Жазира әпке бізге барлық мысалы ыдыстарын да беріп, барынша біз мысалы өзіміз тамақ жасаймыз деп шештік. Соған барынша бізге көмектесіп, посудаға дейін беріп, қасымыздағы қызда басы ауырып жатса, прям дәрісін беріп, кофесін беріп, настолько мейірімді қарым-қатынас жасағандықтан, әрине бұл жерге келе бергім келеді. Иә, құрметті көрермендер, міне көрдіңіздер, жалпы былайша алғанда бұл жердің қызмет сапасы мен ерекше көрінісі дәл осы тұрғындардың, жалпы дәл осы қонақтардың осында келуіне қайта-қайта себеп болады. Вивуд-тау соңғы жылдары туристер арасында танымал болған тау демалыс аймағы. Мұнда глэмпингтер, капсулалар және қарапайым ағаш үйлер орнатылған. Панорамалық терезелер арқылы қыстың қарлы шыңдарын таңертеңгісін-ақ тамашалауға мүмкіндік береді. Демалыс орнында жаяу жүретін бағыттар, қысқы серуен жолдары және тауға шығу сияқты белсенді демалыс түрлері ұсынылады. Ең бастысы, мұндағы инфрақұрылым табиғаттың бастапқы ландшафтын бұзбай салынған. Демалыс орнының басшысынан қысқы маусымның қалай өтіп жатқаны жайлы ақпарат алып қана қоймай, бұл кәсіптің қалай жолға қойылғанын да білдік. Иә, құрметті көрермендер, дәл қазір менің жанымда атаулы демалыс аймағы, яғни Вивуд демалыс аймағының басшысы Таймас Тұрсынбаев мырза тұр. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Жалпы бұл демалыс кешендерін ашу деген енді сирек кездесетін жағдай ғой. Жалпы бұл салаға қалай жеттіңіз өзіңіз? Бұл салаға келген бірінші өзім демалуға келдім. Осы Сайрам-өгем ұлттық паркіне. Осы жердің табиғатына таңсанып, ұнатып, осы жерден жаңағыдай конкурс арқылы жер іздеп ниеттенген болатын. Алланың қалауымен өзі жер алып осында мақсат тұтып, осы демалыс аймақты соғып бастадық. Қазіргі таңда көріп жатырсыздар, демалушыларымыз келіп жатыр. Енді жалпы қай жылы салдыңыз, қай жылы бастадыңыз? 2018-де конкурс арқылы алдық жерді. 2020-дан бастап құрылыс жұмыстарын бастадық. 2023-те құрылыс жұмыстарын аяқтап істеп жатырмыз жұмысты. Әлде де құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Келесі пландарымызда, жоспарымызда ресторанымыз бар. Соларды құрамыз. Тағы қосымша глэмпингтер, афрейм заманымызға сай жылдан жылға не істеп жатырмыз. Ешқандай даму күші бар. Даму күші бар. Тамаша. Енді жалпы жаңа айтып жатырсыз, глэмпинг деп жатырық, жаңағыдай тағы да басқа бірнеше атауларды айтып жатырсыз. Жалпы қанша типте салынған бұл жер? Қанша типпен үйлер бар? Бізде 3 типті үйлеріміз бар. Квадрат домиктеріміз бар, 2 кісілік. Бізде будний күндерге 35 мың, выходной күндерге 40 мың теңгеден болып жатыр. Біздің глэмпингтеріміз, купылдарымыз семейный. Күйеуі, әйелі, 2-3 бала шағасымен келіп жайға салады. Ал тағы жаңағыдай капсула бар бізде. Капсула осы жақында қойдық, биыл қойдық капсуланы. Олар да 2 кісілік бізде. Капсуларымыз Қытайдан келді, панорамамен. Осы 2025-тің тренді болып жатыр. Трендтен қалмайық. Біздің жаңағыдай келушілерімізді әр келген кезде әр түрлі болу қажет. Жаңашылдық керек. Жаңашылдық керек. Ал енді бұның құрылыс материалдарын, жалпы құрылыс заттарын қайдан алдыңыздар, қалай таптыңыздар? Құрылыс материалдарын осы отандық өнім. Бізде мысалы квадрат домиктерімізді, газоблоктарымызды Ақтөбеден алдырттық, Экотоннан. Құрылыс сапасы өте жоғары. Өзім құрылысшы болғандықтан дәл осы саланы меңгергенбіз. Тамаша. Ал енді жалпы келушілер, демалушылар сіздерге келу үшін қандай бір ережелер сақтау керек, жаңағыдай алдын ала брондау деген сияқты?
Бізге келушілерге алдын ала бронь қояды. Бізде Каспий Travel арқылы, қосымшасы арқылы броньдаса болады. Инстаграм арқылы ручной броньды қабылдай аламыз. Бізге келушілерге талап ұлттық парк болған кейін бірінші талап тазалық. Сосын өртке қарсы таулы аймақ болған кейін өрт жағынан өте жаңағыдай қатал бұл жақта. Сақтау керек. Сақтау керек, ережелерді сақтау керек. Ал енді осы демалыс аймағы жалпы сіздің қарамағыңызда қанша аумақты қамтып жатыр? Бізде демалыс аймағының аумағы бізде 2 гектарда орналасқанбыз. Бізде осы 2 гектарда қазіргі таңда 15 квадрат домигіміз бар, 3 глэмпингіміз бар, 2 капсула, 4 киіз үй, 4 тапчамыз бар дегендей. Форелевый хозяйствомыз бар өзіміздің. Таудың табиғи таза бұлағынан форель өсіріп жатырмыз. Енді форель өсіріп жатырмыз дедіңіз. Осы тұста жаңағыдай келген келушілер сонда бұл жерде отырып, жаңағыдай сіздер өсіріп жатқан балықты аулай ала ма қалай? Аулай алады, аулап, сол жерден өзіміз администрациядан қуырып, или мангалға істеп бере аламыз. Жалпы барлық жағдай жасалған. Жағдай жасалған. Ал енді мынау таулы аймақ болғаннан кейін үлкен былайша айтқанда шатқалды қамтып жатқаннан кейін бір аң құстан сақтану керек, осындай бір ережелерді сақтану керек, немесе жаңа бір белгілі мемлекеттік инспекторлармен ақылдасу керек деген сияқты ережелер таныстырыла ма? Иә, бізде таулы аймақ болған кейін бізде аңдардың түрлері бар. Бізде тау ешкілер жүреді, жаңағыдай қабандар осында жаңағыдай жүреді. Бізде сақтау болғанда бізде итіміз бар. Аңдар келген кезде түлкілер келеді, басқа да жаңағыдай қабандар келеді, аңдар түсуі мүмкін, аю түсуі мүмкін. Ит бар жерде иттің өріп, оларды қуып тұрады. Жалпы сол жануардың өзін иттің өзі де жаңағыдай қорғап тұрады. Қорғап тұрады. Тамаша. Ал енді бұл салаға келем дейтін адамдар болатын болса, өзіңіз сияқты кәсіпкерлер жаңағыдай осы саланы бастаймын дейтін болса, ең әуелі қандай жағдайларды ескеру керек, жалпы қандай этаптардан өту керек былайша айтқанда? Бұл кәсіпке келем дегендер біріншіден жер мәселесі. Қазіргі таңда ұлттық паркте не дейді, жабық тұр. Өйткені келушілерде жерге қызығушылықтар өте көп. Конкурс ашылмай тұр қазіргі таңда. Не дейді жаңағыдай? Мораторий дейді ғой. Мораториймен тұр. Туризм дамыту керек істеймін деген кісілер болса, жолын тауып істеуге болады. Тамаша. Енді біз жаңағы жол жөнекей бірнеше локацияларды көріп келдік, бірнеше демалыс аймақтарын көріп өттік. Сіздің таңдауыңыз неге дәл осы жерге түсті? Менің таңдауым осы жерге түскенде біздің локациямыз Түркістан облысындағы ең биік демалыс орын осы жер. 1901 метр биіктікте орналасқан. Теңіз деңгейінен. И біздің видіміз мынау Сайрам шыңы, пик Сайрам. 4236 метр биіктікте орналасқан. Мына жерден демалған қонақтарымыз да осы облыстағы ең көркем, ең тамаша көріністер. И біз жақтан көлдері бар, жоғарыда Домалақ көл, Сопақ көлдері бар, Бабалар аңғар деген жер бар, туристический маршрут. Сайрам су көлі бар осы жерден. Енді мынау демалушылар келген кезде сіздердің тараптарыңыздан қандай қызметтер көрсетіледі? Жаңағыдай балық аулауды айттық, енді бір мынау атқа міну немесе бір тауға шығарып апарып беру деген сияқты бір маршрут жасап, сондай бір жағдайлар қарастырылған ба? Бізде ондай жағдайлар қарастырылған. Бізде жаздың күні болады, атпен серуен, конный тур дейді. Конный турға арнайы алдын ала жазылып, өз графикпен болады. Көлге апарып келеді, Бабалар аңғарына, осы Сайрам Өгем ұлттық парктың ішіндегі көркем жерлерге апарып, табиғатымен таныстырып, сондай қызметтер бар. Енді тау аймақ шатқал деп қалдық, жаңағыдай неше түрлі дүниелер бар деп қалдық. Енді халық аузында жүрген бір сондай тылсым дүниелер, сондай бір қызықты оқиғалар бар ма? Өзіңіз естіген немесе өзіңіз көрген білген? Мыңшейіт деген әулие бар екен. Осы жерде Мыңшейіт деген әулие жатыр. Сол жерде
соғыс кезінде осы тауды қорғап осында болған екен. Содан кейін мың шейіт деген әулие қалған екен. Төменде. Жаңа енді өзіміз халық арасынан естіп жатқан бір әңгіме бар. Тасқа қашалған жазулар да кездеседі дейді. Тасқа қашап жазылған, иә, сол Бабалар аңғарында петроглифтер бар. Сол жерде өзім барған жоқпын әлі. Оны толық айта алмаймын. Бірақ жаңағыдай барады, туристер көп барады ол жаққа. Ал енді мынау демалысқа келген кезде бір талаптарды, ережелерді сақтамай, осы бір адасып, жаңағыдай жоғалып кететін туристер кездесе ме? Иә, ондай туристер кездеседі. Ондай туристер бізге емес, жаңағыдай өздері келіп, группа мысалы жас балдар бар, студенттер бар, өздері гидсіз келеді. Гидсіз келген екен, ол жерде жаңағыдай адасып кетеді. Тау болған екен, кешкісін қалып кетсе, уже қай жолмен жүретін білмей адасып кетеді. Ондай жағдайлар кездескен. Ондай жағдайлар кездескен кезде осы ұлттық парктың өзінің инспекторлары бар. Инспекторлар рейдке шығып, оларды жаңағыдай ескерту қағаздарын таратып, сондай жұмыстар жүргізіліп отырады. Ал енді жалпы мына үйшіктері бойынша, инфрақұрылым бойынша жаңағыдай интернетпен, жарықпен деген сияқты қамтылған жағдайлар бар ма? Инфрақұрылым бойынша бізде инфрақұрылым өзіміз бұлақтың көзінен су шығарып отырмыз. Электричество жағынан гидроэлектростанция қойғанбыз, өзімізге жетеді. Кіші мини ГЭС дейді. Септигіміз бізде экологический бочка септик. Газ көлдер қойғанбыз, бочка. Машина толтырып кетеді. Сонымен қолданып отырамыз. Интернетті жаңағыдай Starlink қойдық осы жақында, Илон Масктың Америкадан заказ беріп. Арнайы Америкадан заказ беріп, Starlinkті алдырттық. Интернетте проблема жоқ. Жалпы ол жағынан талаптар сақталған дейсіз ғой? Талаптар сақталған, иә. Мұны бізде аңда жүргені, мынау қабандардың іздері, қабандар тамыр жейді. Мынау қазып кеткен. Жалпы енді мынау аңдар қай уақыттарда түседі? Мына біз таңғы уақытта байқай аламыз ба, немесе жаңағыдай бір аңдар түнде түседі. Түнде түседі. Бізге қонақтарымыздың жаңағыдай түлкілер келіп, жаңа сыртта ет, шашлык, тамақтарын, азықтарын қалдырса, алып жеп кетеді, шашып кетеді. Енді олар да турист дейсіз. Олар да турист, иә. Тамаша. Жалпы енді бұл жаққа келген кезде жалпы бір күндік сценарий қалай болады? Мысалы, мен өзімнің отбасыммен, ата-анаммен келдім, бауырларыммен келдім. Осы жақта қалай демалып кете аламын? Бір күн бойынша қандай сценарий ұсынылады сіздерге? Сценарий болғанда бізде активный отдых. Бізде әр семья өзінің отбасымен келіп, мысалы сіз бала-шағаңызбен келсеңіз, бізде қазан ошақ мангал қарастырылған, өздеріңіз шашлык, стейк әкеліп, активный отдых істеп отыра аласыздар. Былайша айтқанда бұл жерде комфортқа үйреніп, үйде жатқанда жатпай, шамалы таза ауада қимылдап. Таза ауада қимылдап, біздің жаңағыдай фишкамыз осы да. Табиғатымызбен өздері қимылдап, бала-шағасын алдында достарымен отырған кезде де костер жағып, өздері гитарамен өлең айтып, солай жақсы кеш өткізе алады. Ал енді жаңағыдай бағаларын айтып қалдыңыз. Жалпы бағалары әрқайсысының қанша теңгеден тұрады? Бұл жалпы жұмыс күні, демалыс күні бірдей баға ұсынылған ма, қалай болады? Бағалар айта кеткенде жұмыс күндеріне бізде баға төмен, 35 мыңнан басталады, 30 мыңнан басталады, 30 мың, 35 мың, 40 мың, 45 мың. Выходной күндері 30 мыңды 40 мың болады, 35 мыңды 45 мың, 10 мың теңге жоғары қосылып отырады. Жалпы енді клиенттердің сұранысы дәл қазір осы демалысқа келген кезде жалпы ең бірінші неге әуес болады? Табиғатқа, немесе жаңағыдай бір өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңағыдай белсенді демалыс болады, активный отдых дедік. Қайсысына сұраныс жоғары? Бізде сұраныс жылдан жылға артып келе жатыр. Танымалдығымыз артқан екен, жаңағыдай қазіргі жастарымыз тауға шыққанға қызығып отыр, әуес көп танытуда. Сұраныс сол бағыттарда жиілеп тұрады. Иә. Тамаша. Енді байқап жатырмыз, мына жаққа жылы аймақтар біздің Түркістан өңірлеріне қар түскен жоқ. Енді мына жақта қарды аяқпен басып көріп жатырмыз да, енді бұл жақтағы жылыту маусымы қалай жүреді сіздерде?
Жылытуу маусымы бізде автономный. Бізде газымыз бар, өзіміздің газ көлдерімізде арқылы әр домикте камин пеш орнатылған. Қауіпсіздік несі қарастырылған бізде. Жаңағыдай солар арқылы жылытып, солар арқылы өздері ұстап отыра алады. Иә, бір температура қойып қоямыз, сол арқылы жылып отырады бізде. Енді жалпы сіздерден ас мәзірі қалай? Ас мәзірі қалай қарастырылған? Ас мәзірі бізде таңғы ас беріледі бізден тек қана. Таңғы аста ыстық бауырсақпен, жұмыртқа, сосиска, шаймен береміз. Ол таңғы ас сіздерден? Таңғы ас бізден. Ендігі этапта жаңа кафемізді іске қоссақ, сол жерден жаңа ас мәзірмен жаңағыдай арнайлап орын ашасыздар. Орын ашамыз. Тамаша. Жалпы мұнда енді Инстаграмға, Ютубқа көбімізде қызығушылық танытып осы жерге келіп суретке түседі адамдар. Енді дәл осы жерде жастар негізі қандай локацияларда суретке түскен ыңғайлы, қай жерлерге барып түскен ыңғайлы? Жастар қазір сұранысқа көбейе бізде. Өйткені таулы аймақ болған екен, біздің локациямыз облыстағы ең биік демалыс орын болғандықтан, бізде жаңа трендтегі жылдан жылға қосып жатырмыз. Жаңа домиктеріміз бар, глэмпингтеріміз бар, капсула қосып жатырмыз. Жастар бір-бірінен көріп, қызығып келіп жатыр. Енді мынау жаңағыдай айтып қалдық, әлеуметтік желілер арқылы танымалдық артып жатыр дедіңіз. Дәл қазіргі таңда жалпы осы медиа саласында қандай жұмыстар жүргізілуде? Жаңағыдай видеоларды қалай түсіресіздер? Арнайы мамандар келе ме оғанда? Бізде арнайы мамандар келмейді. Бізге келген келушілердің өздері қызығып түсіріп, өздерінің парақшаларында бізді отметка жасап отырады. Сол арқылы да жаңа танымалдығымыз артып жатыр. Бізге осы Түркістан облысында болғандықтан бізге Ақтөбе, Атырау, батыстардан көп келеді, Қызылордадан көп келеді, Тараздан келіп жатыр. Алыс жақын шетелдерден қонақтар да келіп жатыр. Бізде жаздың күні саумалы да болады, саумалы кеп бір апта 10 күн жатып ішетін. Тамаша. Ондай жағдайда қарастырылған. Ондай жағдайда қарастырылған. Ал енді мына шетел деп қалдық. Ең алыс шетелден келген қонақтар қай елден келді? Ең алыс шетелден Малайзиядан келді бізге, Қытайдан келіп жатыр. Кеп демалып көріп кетіп жатыр. Енді олардың пікірі қалай жалпы? Олардың пікірі мынау Қазақстанның табиғаты өте керемет екен. Жаңағыдай қызығушылық танытып отқан кісілер де бар. Енді мынау сіздер туризм саласында болғандықтан, енді оған Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркінде орналасқандықтан қандай да бір жетіспеушілік, қандай да бір жаңағыдай жағдай болмай жатқан кездер болады ма? Ол бойынша жаңағыдай тиісті басшылықта бар. Сол бойынша айтатын бір сұрайтын дүниелеріңіз бар ма? Бізде ұлттық парк жақтан ешқандай не жоқ. Қайтаға бізге туризм дамытып жатырсыздар. Бізге рахметін алғысын айтып, былайша айтқанда жаңағыдай ізгі лебізін білдіріп жатыр. Ізгі лебізін білдіріп жатыр. Жалпы Таймас мырза, мынау Бейбіт таудың негізгі өзіңіз білетін, жұрт білмейтін қызықты фактісі қандай? Қызықты фактор бізде табиғат болғандықтан бізде погода өзгеріп тұрады. Аяқ асты күн шығып кетеді, аяқ асты жаңбыр жауып кетеді, қар жауып кетеді деген сияқты. Енді келетін келушілер соған дайын болу керек. Келетін келушілер соған дайын болу керек. Енді мынау демалушылар тарапынан қандай да бір пікірлер, немесе бір сындар, немесе болмаса осы жер осындай болса деген дүниелер айтылып жатады. Жалпы сіздерге ол дүниелер қалай әсер етеді, қалай қабылдайсыздар? Бізге келушілер ең қиналатын жол мәселесі. Жол бізден 2 километр өте жол нашар. Ол бойынша қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Мемлекеттік органдарға хатпен жазылып жатыр. Құдай қаласа күтеміз. Жол мәселесі шешілсе, қалған сервис мәселесі толық қарастырылған, иә. Тамаша. Құрметті көрермендер, міне көріп жатсыздар, осындай үлкен аумақта, былайша айтқанда демалушыларға
қызмет жасап жүрген Вивут Тау демалыс кешенінің жұмысы, жалпы қызмет сапасы дәл осылай бағаланады. Иә, таптырмас табиғаттың көрінісі осындай керемет жерде ұштасқан. Демалыс, тау, бұлақ суы, барлығы да жер ананың адамға берген сыйыма дерсің. Кәсіптің несібесі, еңбектің жемісі мол саналатын бұл сала қаншама адамға қызмет жасап, баршасына қуаныш сыйлауда. Елімізде басталған әр бизнес берекелі болсын.